Қазақта мынадай бір сөз бар. Бетің қисық болса, айнаға өкпелеме деген. Иә, шынында солай. Егер сені жүрген ортаң, немесе жақындарың сыйламаса, құрметтемесе, оларға өкпелеудің түк те қажеті жоқ. Өйткені сен соған лайықты болғаның. Егер адам өзінің орнын біліп, жасы үлкен болса ақылды іс жасап, кіші болсаң кішіпейілдігіңді көрсетіп жүрмесең, менің мінезім осындай екен деп жөн жозықсыз мінезіңді көрсетіп, кез келген нәрсеге бола ашуланып, сөз теріп, мінез көрсете берсең, әрине айналаңдағылар сыйлаудан, сені адам есебіне қосудан қалады. Өзің адам сыйлауға тұрарлық қылығың болмаса, кімге өкпелейсің? Міне сондықтан менікі дұрысқа салынбай, айналамыздағылармен де санасып жүрейік, өз мінімізді түзетейік. Жақсы күн өміріңе себеп болар, жақсы сөз жан дүниеңе керек болар. Жаныңызда жақсы адам жүрсе егер, жақсының сөзі жанға медет болар. Әрқашан жақсы болып жүріңіз. Өзгелерге өзіңізді мәжбүрлеп сыйлатудың қажеті жоқ. Одан да өзіңізді дамытып, өзіңізбен айналысыңыз. Сонда олардың сізді құрметтемеуге лажы қалмайды. Ешкім ешкімді мәжбүрлі түрде жақсы көруге міндетті емес, бірақ құрметтеу парыз. Сыйлаудың да шегі бар, ал махаббат шексіз болу керек. Біреуден көңілің қалғанда, оның жаман адам емес, жай сен оны өз деңгейінен де жоғары бағалап, оның қолынан келмейтін нәрсесін күткеніңді түсінесің. Құрмет пен сыйластық туралы айтуды бәрі біледі. Ал ешкімді ренжітпеу көпшіліктің қолынан келе бермейді. Осы уақытқа дейін үлкендерді құрметтеп ұятқа қалған, әлсіздерге көмектесіп кедейленіп қалған, қарияларға орын беріп, кемтар болып қалған ешкім жоқ. Өзгеге құрметпен қарайсыз ба жоқ па, ол сіздің таңдауыңызды емес, көрген тәрбиеңізді білдіреді. Берген уәдесінде тұра алмайтын адам құрметке лайық емес. Өзін өзгеден төмен санап, өз-өзін бағалауды білмейтін адам шынында күндердің күнінде сондай құрметсіздікке тап болады. Адамдарды сыйламайтын адамды ешкім құрметтемейді. Адамдар арасында құрметке лайық болудың басты сыры шынайы болуда және арамдық пен қулықтан аулақ болуында. Биік болсаң аласаға кешіріммен қара, аласа болсаң биікке құрмет ете біл. Кім өзін құрметтесе сол бақытты, бірақ есесіне өзіне әбден көңілі тоқ адам нағыз ақылсыз. Өзгені құрметтей алғандар ғана өзіне де құрмет көрсеткенін дәметсе болады. Мені жетістігіме бола құрметтемеңдер, құлаған жерімнен қайта тұра алғаным үшін құрметтеңдер. Қиялдай алмайтын адам өзгелерге құрмет көрсете де мейірімді бола да алмайды. Жылтыраған жүзін сыйлама, кісілігін сыйла. Жылтыраған сөзін сыйлама, түсінігін сыйла. Егер біреу бізді сыйламай қойса, біз өзіміз оған қапаланып, қатты ренжиміз. Ал шындығында пенденің барлығы өз ішінен өзін өзі сыйламайды ғой. Мына 3 ереженің соңынан мәңгі еріңіз. Өзіңізді сыйлаңыз, өзгені сыйлаңыз. Өз істеген ісіңіз үшін жауапкершіліктен қашпаңыз. Жақсыны сыйласаң есіңнен кетпейді, жаманды сыйласаң есігіңнен кетпейді. Туғаныңмен сыйласпасаң кең дүниеге сыймассың. Сыйлап берген су, сатып алған балдан тәтті. Ел болам десең сыйлас, қор болам десең қастас. Ағайын сәні сыйластық. Жақсы десең жақсымын, жаман десең жаманмын. Осы менің нақшыным, қарапайым адаммын. Кіші пейіл жан болсаң, кішірейе аламын. Пасық әрі паң болсаң, өктем бола қаламын.
Маған күліп қарасаң, күлімсірей саламын. Кем түсімді санасаң, саған да мін тағамын. Сыйлағанды шынайы, бағалаймын, сыйлаймын. Тәкаппарға ұдайы, құрметімді қимаймын. Барша жанмен санасам, мақсатым жоқ көздеген. Өзің нені қаласаң, соған қарай өзгерем. Пікіріне өзгенің, мен емеспін елеңдер. Жөндеп алсын өздерін, мені жаман дегендер. Уақытша абыройың атағыңда, уақытша үстіңдегі шапаныңда, уақытша отбасыңда бауырыңда, уақытша құрбы құрдас қатарыңда. Уақытша танысыңда туысыңда, уақытша лауазымың жұмысыңда, уақытша шалқып жүрген сәттеріңде, уақытша кеудеңдегі тынысыңда. Уақытша бастан кешкен қайғымыңда, уақытша асып тасқан айбыныңда, уақытша қиып келген уақытыңда, уақытша жиып терген байлығыңда. Уақытша туған мекен құмай дала, уақытша осы орта бұл айнала. Уақытша бәрі мынау дүниеде, уақытша емес жалғыз Құдай ғана. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.